Бүгінгі заманда әлемнің саяси сахнасы екі үлкен күшке бөлінгендей. Бірі НАТО, екіншісі БРИКС. Бірі батыстың әскери қуатына сүйенсе, екінші шығыстың экономикасы мен халқының көптігіне сенеді. Ал егер осы екі алып топ бір-бірімен соғысып қалса, не болар еді? Халық саны мен адам ресурсы БРИКС құрамына кіретін елдер: Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка. Бұл мемлекеттердің халқы шамамен 4 миллиардқа жуық, яғни жер шарындағы адамдардың жартысына таяу бөлігі. Мұндай демографиялық басымдық үлкен соғыс кезінде сарбаз бен жұмыс күшін үздіксіз толықтырып тұруға мүмкіндік береді. НАТО елдерінің халқы шамамен 800 миллионның айналасында. Дегенмен бұл халықтың басым бөлігі жоғары білімді, технологиялық дамыған және ұйымдасқан. Демек, НАТО саны аз болса да, сапасы жоғары адам ресурсына ие. Қорытынды, БРИКС сан жағынан басым, ал НАТО сапа жағынан күшті. Әскери күш пен техника НАТО әлем тарихындағы ең тәжірибелі әскери альянс. Оның жүрегі саналатын Америка Құрама Штаттары жоғары технологиялы армиясы бар ел. Альянс елдерінің әуе күштері, флоттары және барлау жүйелері біртұтас жүйе ретінде жұмыс істейді. БРИКС елдері болса, әскер саны бойынша алдыңғы орында. Қытай мен Үндістанның миллиондаған сарбаздары бар, ал Ресей ядролық қуаты жағынан ешкімге есе жібермейді. Бұл елдердің тәжірибесі мен адам саны ұзаққа созылған соғыста артықшылық беруі мүмкін. Қорытынды, НАТО технология мен ұйымдасуда мықты, БРИКС адам саны мен төзімдікте алда. Экономикалық қуат және қаржы. НАТО елдері әлемдік экономикадағы жетекші орынға ие. ақш, Германия, Франция, Ұлыбритания сияқты елдердің жалпы ішкі өнімі бүкіл планетаның экономикасының басым бөлігін құрайды. Олар соғысқа қажет қаржы мен өндірісті тез мобилизациялай алады. БРИКС елдері дамушы мемлекеттер саналады, бірақ табиғи байлықтары мен шикізат қоры мол. Ресейдің мұнайы мен газы, Қытайдың өндірістік қуаты, Бразилияның азық-түлік өндірісі және Үндістанның еңбек нарығы бәрі бірігіп, ұзаққа созылған қақтығыста үлкен экономикалық төзімділік береді. Қорытынды, қысқа соғыста НАТО басым, ұзақ соғыста БРИКС артықшылыққа ие болуы мүмкін. Технология және соғыс инновациясы. НАТО елдері киберқауіпсіздік, спутниктік бақылау, жасанды интеллект және әскери роботтар жасау саласында көшбасшы. Олар заманауи соғыста ақпарат пен технологияның шешуші рөлін жақсы түсінеді. БРИКС елдері бұл бағытта дамып келеді. Қытай мен Үндістан цифрлық технология саласында алға шыққан. Дегенмен, әлі де болса, біріккен жоғары технологиялық әскери жүйе НАТО деңгейіне жете қойған жоқ. Қорытынды, технологиялық үстемдік НАТО жағында. Төзімділік пен рух БРИКС елдерінің халқы тарихи тұрғыдан қиындыққа шыдамды. Ресей халқы екінші дүниежүзілік соғыстың ауыртпалығын өткерді. Қытай мен Үндістанда талай дағдарыстан өткен. Бұл елдердің адамдары азапқа бейім, төзімді. Ал НАТО елдерінің халқы жоғары өмір сапасына үйренген. Сондықтан ұзақ әрі ауыр соғыстар олардың ішкі тұрақтылығын шайқалтуы мүмкін. Қорытынды, төзімділік пен рух тұрғысынан БРИКС басым. Жалпы тепе-теңдік және ықтимал нәтиже. Егер осындай соғыс басталса, алғашқы кезеңде НАТО технология мен әуе үстемдігі арқылы жылдам соққы беріп, стратегиялық артықшылық алар еді. Орта кезеңде БРИКС халқының көптігі мен ресурстық қоры арқылы соғысты созып, қарсы шабуылға өтер. Ұзақ мерзімді қақтығыста кімнің экономикасы мен халықтың рухы мықты болса, сол жеңіске жетер еді. Бірақ бұл тек теория. Шын өмірде мұндай соғыс ешкімге пайда әкелмейді. НАТО мен БРИКС екеуінің де ядролық қаруы бар, ал ядролық соғыс бүкіл адамзаттың соңғы күні болуы мүмкін. Қорытынды, нағыз жеңіс қарсыласын жою емес, соғысты болдырмау. Бейбітшілік кез келген армиядан күшті. Кім бейбіт жолды таңдай білсе, сол нағыз жеңімпаз. Осындай терең аналитикалық және геосаяси видеолар ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылып қойыңыз.